Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен осындай жұмсақ әрі дәмді болып әзірленетін пирожкиді бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 1 стакан жылы сүтімізді құйып, оның үстіне жарты қасықтай тұз, одан кейін 1 ас қасық қант және де 1 жұмыртқа, одан кейін 1 қасық ұнтағымызды саламыз. Осылайша барлығын қасықтың көмегімен немесе венчиктің көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осылай сеткіден өткізілген ұнымызды себелеп және де қасықтың көмегімен араластыра отырып, одан кейін қолдың көмегімен жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Мінекей осылайша жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. Мінекей илеп болып қалған кезде 1 қасықтай, 1,5 қасықтай сұйық майымызды құйып, мінекей осылайша тағы да илеп, бетін жауып 2 сағат, 2,5 сағатқа қойып қоямын. Мінекей осылайша бетін жауып, қамырымды демалдырып қоямын. Мінекей менің қамырым көтерілді. Енді пайдалана беруге болады. Қазір мен сіздерге салмасын көрсетемін. Қайнатылған картопты осылайша вилканың көмегімен немесе картоп езетімен езіп аламыз. Мен мінекей сковородкаде сұйық май құйып, 1 жуаны осылайша бұрыш қосып, қуырып алдым. Және де оны картошкаға қосып, қалауынша дәміне қарай тұз және де кішкентай паприка салып, немесе салмай қойсаңыздар да болады. Паприканың өз қалауларыңыз. Мінекей осылайша барлығын қосып, мен картопымды еземін. Міне картопты езіп алдым, дайын болды. Енді мен жаңағы қамырымды қазір осылай кішкентай икемге келу үшін сұйық майды құйып, шамалап қамырымды бөлшектерге бөліп, осылай тағы бетін 7-8 минут, 10 минутқа қойып қойдым. Мінекей енді шетінен алып, оқтаудың көмегімен осылай жазып және де арасына салмамызды салып, яғни картошкамызды қазір түйетін боламыз. Мінекей салып және де оны осылай қысып жауып, осылай формаға саламыз. Мінекей түсінікті болу үшін тағы да біреуін сіздерге көрсетіп жіберейін. Содан кейін қалғандарын барлығын осылайша салып түйіп шығамыз. Мен бұл жерде картошкасын мол қылып салдым, өйткені бізде балалар жақсы көреді. Сіздер енді аз қылып салсаңыздар да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Мінекей осылайша барлығын түйіп шығамыз. Мінекей енді осылай формаға салып, бетін әрине жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сап-сары болып әдемі пісу үшін осылайша 180 градуста 30 минут, 25 минутта пісіріп аламыз. Мінекей
пеште піскен пирожки дайын болды достар. Сіздерге менің рецептім ұнап жатса жасап көріңіздер, үй іштеріңізді, бала шағаларыңызды қуантыңыздар. Және де лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта видеолар салатын боламын. Сау болыңыздар.